Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз құймақ дайындаймыз. Оған бізге 250 грамм ұн керек, қант керек, кішкене тұз керек, 2 жұмыртқа керек, ас қасық ас содасы керек и айран керек. Мен бастаймыз. 2 жұмыртқамды мен салдым, соны араластырып аламыз. Осыған кішкене тұз қосамыз. Мен 5 қасық асқаналық қасықпен қант алдым. Сіздер тәтті қаламасаңыздар 2 қасық қосуларыңызға болады. Жарты шай қасық сода қосамыз. 1 грамм айран қостық жылы. Грамм ұн аламыз, бұның бәрін қоспаймыз сразу. Жартылай араластырамыз. Өйткені қоюлығына қарау керек. Болу керек міне. Онды қарап саласыздар. Өздерінің құрамына қарағанда. Кейбіреулер қою болып кетеді, кейбіреуі ондай болмайды. Біздің қоюлығы осындай болу керек. Ұндарыңызды 250 граммды сразу салмайсыздар. Ұндарыңыздың несіне қарайсыздар. Енді 10 минут тұру керек, содан кейін пісіре бастаймыз. Майды түбіне ғана кішкене құямыз. Майды қыздырғаннан кейін барып пісіреміз. Асқаналық қасымен құямыз. Содан кейін ақырынға қойып пісіресіздер. Міне, осылай болғанда жала бересіздер. Біздің оладьимыз дайын. Мені қолдап лайк басып кетіңіздер.